еркелей берем, еркелей берем. На 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 деп баяғыда қой бағып жүріп, ойдан өлең айтатын ем осылай. Қазір іштегі бір қиналыс, әйелдердің жан айқайын жеткізгім келіп әндететін болыппын. Әрине, барлығы бірдей деп айтпаймын, но екі типтегі ерлер бар екен өмірде. Бірі әйелін қолдайды, әйелінің кемшілігін жасырады, ол тамақ жасай алмаса да, ол үйін жинай алмаса да, ол бала туа алмаса да, тіпті бір-екі бала туып берсе де, оны әупіремдеп, алақанына былай салып, жаным күнім деп, қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, осындай ерлер де бар. Ал екінші ерлер, сен үйін жалайсың, кір-қопысын жуасың, 5-6 баласын туасың, ата-енесін бағасың. Қай жерге барса да тірлікке кіріп кетесің. Білекті сыбанып, әркімнен ағайын жұрттан сөз естисің. Білесіздер ме? Осындай әйелді қолғамайтын, өзімшіл, тәкаппар, менменсінген еркек те бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ең жақсыларың бір әйелмен қалғандарың деген. Ал кейбір ерлер бар, біреуін қатырмай жатып, екіншісін армандайды. Біреуінің хақысын бермей жатып, екіншісін армандайды. Алла тағала да айтты емес пе? Ең жақсыларың біреумен қалғандарың, біреуге жұмсақ болғандарың деп. Ай,